Так, всем ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Және де бүгін сіздермен мен Ерназар Мирас. Және де бүгін мен, как я обещал, 65 мың доллар тапқан сделкама толықтай разбор жасайтын боламын. Бұл өте пайдалы разбор болады деген ойдамын. Сол үшін де видеоны лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер, және де каналға обязательно подписаться етіп қойыңыздар, себебі осындай видеолар енді жиі шығатын болады. Енді қараңыздар, мен жалпы 65 мың доллар прибыль жасадым. Оны мен қазір сіздерге толықтай көрсететін боламын. Менің точка входам 5532 болды, точка выхода 5192 болды. Яғни где-то бір 3000 пипстай ұстадым, 3400 пипстай ұстадым. Енді дәл қазір мен сіздерге полный разбор жасап беремін. Так, біз 1 сағаттық таймфреймда не істедік? 1 сағаттық таймфреймда біз көрдік, баға бізде 700 долларға өскен болатын, яғни 4900-дан 5600-ге дейін өсті. 700 доллар ол историяда болмаған нәрсе. Яғни бірнеше күннің ішінде 700 долларға алтынның бағасы өсуі ол ешқашан историяда, тарихта болмаған. Және де одан кейін бір күнде, четверг күні және пятница күндері бізде баға даже 1000 долларға құлаған кездері болды. Міне қараңыздар, 5600-ден 4400-ге құлады. 1000 доллар. 1000 долларға құлады баға. Вот қараңыздар, өздеріңіз ойланып көріңіздер, достар. Бұл өте үлкен, өте рекордное падение. Даже 2 күннің ішінде там 5600-ден сол 1000 долларға құлап тұр. Енді қараңыздар, бұның барлығы не үшін болды? Яғни мен мына жақтың болғанын білмеген кезімде көрсетіп отырмын. Мен бағаның 700 долларға өскенін көрдім, және де сразу уже разворотный точка іздедік. Яғни мен объемдарды қарадым, объемдар бізде сатып алуға болған жоқ. Яғни 3000, 3500, 4000, 4500-ден даже 5000-нан сатып алған көптеген трейдерлар, үлкен фондтар барлығы фиксироваться ететіні уже здесь было понятно. Және де оның қазір бірнеше факторларын айтам. Это, во-первых, объем болды. Объем сол факторға келді, және де біздің sell зонамыз болды 4 сағатта. 4 сағаттық таймфреймде біздің sell зонамыз болды. Осы sell зона, және де 1 сағаттық таймфреймда бізде не болғанын көрсетейін. Бізде 1 сағаттық таймфреймда мынандай жағдай болды. Оны қазір мен қарамен отметить етем. Бізде 1 сағаттық таймфреймнің sell зонасы осы зона болды. Оны қара түсті қылып қояйын. Көрдіңіздер ғой? Мынау біздің 1 сағаттық таймфрейм sell зонасы. Және де бұл бірінші фактор бізде объем, екінші фактор біз sell зоналарды таптық, и үшінші фактор бізде логически баға 700 долларға қатты өскеннен кейін бірнеше күнде полностью просто продолжение бір жаққа кетті. Әрине оның көптеген фондтар фиксироваться ететіні ясное дело бұл. Және де мына жақта біз паттерн көріп тұрмыз. Price action бойынша бұл паттерн бізде падающая звезда, яғни бізде бағаға разворот жасайтын, баға өсіп баратса, оған разворот көрсететін, яғни төмен кететін көрсететін бізде бұл паттерн, падающая звезда деп аталады осы. Және де енді мен sell зоналарымды отметить еттім. 4 сағаттық sell зона мынау бізде 1 сағаттық sell зона, және 1 сағаттық sell зонадан бізде уже бағаның қайтқанын көреміз. Осы жақта мен сделкаға кіріп үлгердім. Енді қараңыздар, мен sell зоналарды отметил же, бірақ та мен ол жақтан сразу сделкаға кіріп кеткен жоқпын. Мен ол жақтан сделкаға кірсем кішкене қате болатын еді. Сол үшін де мен кішірек таймфреймнен более лучше точка входа тапқан болатынмын. Более лучше бізде точка входа ретінде бізде мына sell зона, мына полностью sell зона болып тұр. Міне мынау. Осы свеча. Бұны енді біреу пин бар дейді, біреу ордер блок дейді, әркім әртүрлі айтады. Мен бұны вообще sell зона деп алайын. Және осы sell зона біздің жалпы алғанда точка входамыз болды. Sell зона. Енді бұл біздің жалпы алғандағы точка входамыз осы sell зона, бірақ та бір момент бар бізде. Біз всегда будем соблюдать структуру. Яғни структураны қарайтын болсақ, 5 минуттық таймфреймда біз не көріп тұрмыз? 5 минуттық таймфреймда біздің көріп тұрған мәселеміз бар. Яғни бізде бұл таймфреймда біз всегда, конечно, слом табамыз. Өйткені біз 4 сағаттық sell зонадан кіріп кетсек болатын еді, немесе мына жақтан кірсек болатын еді. Мынау бізде жақсы бір не беріп тұр, негізінде sell зона болып тұр. Негізі мына жақтан ұстауға болатын еді ол сделка. Бірақ шыны керек, мен оны көрген жоқпын. Мен сенген жоқпын, өйткені бағаның осылай құлайтынына. Мына моментте мен сенген жоқпын. Бірақ мен слом жасағаннан кейін бірақ барып осыны қарастырдым. Яғни бізде слом 5 минуткада мына жерде болды.
осы жақта бізде слом структуры болды, одан кейін бізде подтверждение болды оған, одан кейін продолжение тренда болды. Міне продолжение тренда болды, продолжение трендадан кейін бізде боковик образовалось, яғни мынаның барлығы бізде боковик болды. Және де мен всегда айтамын, боковик ол бекерден бекер болмайды, значит маркетмейкер бізде үлкен импульс жасауға дайындалып жатыр деген сөз. Және бізде мысалы қараңыздаршы, сағат 29 январь 13:40-тан 29 январь 19:55, яғни бір 7 сағат 8 сағат бойы бізде боковик болды. Ол боковик бекер болған жоқ. Неге? Өйткені маркетмейкер боковик жасайтын болса, бұл боковик искусственно жасалады. Ол значит бір үлкен нәрсеге күш жинап жатыр деген сөз. Және осы үлкен нәрсе бізде мынау падение болып шықты ғой. Соның барлығын біз ескердік, яғни слом берді, слом структуры берді, одан кейін бізде оған подтверждение берді, одан кейін продолжение тренда берді, және де бізде мына жақта 4-часовой зонамыз бар, мында часовой зонамыз бар, шартовый. Логически ойлайтын болсақ, все болды, бізде уже шортқа прям осы моментте келді. Көбісі тупо баға қатты өсіп кеткен кезде ешқандай да сломды да таппай, подтверждение таппай, ешқандай цельсіз шортқа кірді, қаталды. Ал мына жақта біз 100% шорттың кәдімгідей көзімізбен көріп тұрмыз. Және мен точка входа мынау болды. Міне, яғни сел зонадан алып үлгерген жоқпын, если честно. Баға кішкене жылдам қозғалып кетті, кішкене қарамай қалдым ол жоғын, және де осы жерден кірген болатынмын. Және де менің стоп-лоссым, жалпы стоп-лоссты мен қоймадым, өйткені мен қарап отырдым бұл бағаға. Өзім қойған жоқпын, қарап отырдым да осы жаққа қойдым стоп-лоссым. Яғни мен миымда стоп-лосс атыхан жаңартып кетсе, хай жаңартып кетсе, онда мен стоп-лоссым срабатывать етеді. Мен ол кезде уже достаточно большое количество денег я там потерял бы. Но, Аллаға шүкір, ничего мы не потеряли. Көрдіңіздер ма? Баға маған 1 сағат отработка берді. Яғни мен мысалы 19:20-да кірдім, және де 8-ден 30 кеткенде мен фиксировать еттім. Яғни 1 сағат. 1 сағаттың ішінде 3000 пипс, яғни калькулятормен санайықшы. Міне 3000 пипсті санап көрейік калькулятормен. Қанша шығып тұр? Яғни менде 5532-ден азайтамыз 5193-ті. $339 құлаған ұстағам. Енді оны пипсқа көбейтеміз. Міне 3340 пипсмен ұстағамын. Көрдіңіздер ғой. Енді біз ары қарай не көріп тұрмыз? Ары қарай бізде мынандай жағдай болып тұр, достар. Осылай құлады, және мен сұрақтарыңыз мүмкін, Мирас, сен осы жаққа дейін құлағанын қайдан білдің деулеріңіз мүмкін. Өйткені мен мына паденияны, мынандай росты, цена всегда оны компенсирует это все. Және менің қойған take profit мынау болған. Негізгі мен take profit мынау. Мына зона болған. Бірақ та бұл зонаға дейін мен психологиям жетпей қалды, если честно. Егер яғни мына жақтан құлаған кезде мен мында фиксироваться еттім, өйткені менде прибыль почти $65,000 болды. Және мен фиксироваться ете салғаным осы жерден жөн, қанағат, Аллаға шүкір деп тұрып фиксироваться етіп алдық. Өйткені ары қарай да ұстауға болатын еді, бірақ ары қарай ұстасам қиын болады деп жағдай. Өйткені неге? Өйткені баға егерде мына жаққа дейін егер қанағат болмаса, мен былай жасайтын, баға мына жаққа дейін ұстайсын, бұл жақтан маған где-то бір $80,000 прибыль береді, $80,000 прибыль береді, одан кейін баға өсіп кетті ғой, көрдіңіздер ғой, өсіп кетті. Яғни точка входаға жақындап қалды, және бұл жақта менің прибылім где-то $20,000 болушы еді. Және мен психологияң шыдамайды, яғни $80,000 тауып тұрдым жаңа. Сол кезде фиксироваться етпедім, енді менің прибылім $20,000 болып қалды. 40 миллион мен 10 миллион теңгенің разницасы 4 есе. Сөйтіп психологияң шыдамай сен жауап тастайтын едің да. Бірақ ол ары қарай қаттырақ қалады. Ал мен мына жақтан фиксироваться еткеніме өте дұрыс шешім деп ойлаймын өзім. Кішкене шыдау керек еді, негізінде тағы да төмен ұстап 200 пипсті можно было добрать, бірақ та этого тоже достаточно. Және осылай мен жалпы осылай сделкаға кірген болатынмын, достар. Вот осындай сделка, қызықты сделка болды. Және бұл сделка, Аллаға шүкір, мықты отработкасын берді. Дәл қазір міне барлығын көріп тұрсыздар өздеріңіз. Енді мен сіздерге бір қызық жайт айтайын. Қызық жайт айтатын болсақ, бізде в целом Азия осылай жасады, Лондон бізде боковик болды, және Нью-Йорк полностью оны компенсировать етті, және Азияда бізде осындай қалып қалды, яғни хайлар қалып қалды, лойын бізде Лондон жұлып ары қарай төмен түсе берді, достар. Осындай жағдай болды. Енді сіздер айтасыздар, Мирас, мынау невозможно сделка, но слишком идеально, 1 сағатта 3400 пипс ұстау. Тем более 1,9 лотпен ұстадым мен, $65,000 одан таптым деп отырсын. Любой адам историядан көрсете алады деулеріңіз мүмкін маған. $3,000 лонг ұстап, 5600-ға дейін ұстап, ровно ұстап, там РР 2000-ға бір ұстадым деп кез келген адам айта алады деулеріңіз мүмкін. Сол үшін мен сіздерге бір қызық не көрсем. Мен бұған подтверждениемді көрсетейін. Как она есть, я? Как она есть, мен сіздерге бұған подтверждениемді көрсетейін. Міне.
міне қазір мен бұны копировать етемін және де оны біз кіргізетін боламыз. Міне көрдіңіздер ғой. Вот, қараңыздар. Осындай сделка. Міне. Точка фодам қанша дедім мен? Точка фодам 5532 дедім ба? Міне 5532 точка фода. Точка выхода қанша дедім? 5193 дедім ба? Міне 5192 екен. Енді кішкене погрешность болды $1. Это, я думаю, вообще ни на что не влияет. Прибыль $64,679, почти $65,000 прибыль жасадым. Міне кірген шыққан жерлерін барлығын аштым. Енді тағы да бір сұрақ болуы мүмкін. Бұл демо счет шығар. Өйткені кез келген адам осылай демо счетпен ашып көрсете алады дейсіздер. Мен енді сіздерге мынандай көрсетемін. Реальный счет екенін мен сіздерге қазір доказать етемін. Міне мына видеоны сол моментте түсіргем. Көрдіңіздер ғой? Яғни мұнда бізде, во-первых, 65 беріп тұр, карточка барлығы тұр, және де міне реальный счет екен барлығы көрініп тұр. Вот осындай жағдай, достар, мен барлығын полностью көрсеттім. Бұл реальный счет екені көрсеттім, сетапында полностью логический объяснениесін бердім. Одан бөлек, бұның барлығы не үшін ашқанымды, барлығын точка фодалармен, барлығымен замер жасап көрсетіп бердім. Болған, ондай пип ұстауға үлкен психология керек, ондай пип ұстауға жалпы, ондай үлкен сделкалар ұстауға үлкен опыт керек, достар. Мен 6 жыл бойы торговлямен айналысам, трейдингпен 6 жыл бойы айналысқаныма, және де қазір Аллаға шүкір өте үлкен результаттар жасап жүрміз. Одан бөлек менде академиям бар трейдинг бойынша. Егер де сіз ол жайлы білмесеңіз, обязательно маған инстаграмға, телеграмға тіркеліп алыңыздар. Өйткені күнде пайдалы ақпараттар, лайфстайл және де тегін сигналдар беріп отырамыз. Және де надежный брокер іздейтін болсаңыздар, онда менің GTC атты брокеріма тіркеліңіздер. Оның надежностына мен 100% гарантия беремін. Ақшаларыңыздың спокойно кіргізіп, без комиссия шығаруларыңызға барлығы ровно сағат 4-те рынок ашылады. Мысалы, Exness ашпайды ғой 4-те, а менің брокерім оны ашатын болады. Сағат 4-те сделка ашып кете берсеңіздер болады. Және де полностью надежный, жақын арада Алла қаласа оның өзінің жеке карточкасы шығатын болады. Ол карточка виза карточка, сонымен төлеп жүрсеңіздер болады. Вот, осындай керемет плюшкалары бар. Және де обучениеге тіркелем десеңіздер, обязательно астында ссылка бар. Сол ссылкаға кіріп комментарияда опрос өткеннен кейін сіздерге менеджер хабарласатын болады. Және бір қызық айтайын, біздің барлық менеджер трейдингті өте керемет біледі, және трейдинг арқылы олар еще ақша табады. Вот біздің менеджерлардың, бізде 4 менеджер бар, 4-інің 3-еуі сондай. Ал біреуі енді трейдингті енді үйреніп жүр. Яғни біздің командадағы барлық адам кім бар, барлығы трейдингтен ақша табады, параллельно академияда жұмыс жасайды. Вот осындай нәрсе, достар. Сол үшін барлықтарыңызға үлкен рахмет көргендеріңізге. Сау болыңыздар, сәтті сделкаларыңыз көп болсын.